Үлкендер бізге жиі ақыл айтып тәрбиелейді. Ал біз сол ақылды тыңдамаймыз, немесе естен шығарып аламыз. Дегенмен сендер білуге тиіссіңдер. Бөтен адамдармен сөйлеспе. Бөтен адамның қолынан кәмпит, балмұздақ, ойыншық алуға болмайды. Қатты қалап тұрсаң да бас тарту керек. Егер бөтен адам қасыңа келіп, мысық не күшік көрсетем деп шақырса, келіспе. Есіңде болсын, ата-анаң сені мектептен алып қайтуды бөтен адамға тапсырмайды. Сенбе. Егер ата-анаң сені күте тұр деп дүкеннің қасында қалдырса, ешқайда кетпей күт. Ал егер қауіп төнгенін байқасаң, көмектесіңдер, мен алып қашпақшы деп айғайла. Айналаңдағы адамдар назар аударып көмекке келеді. Осы ережелерді есіңде сақта. Ата-анаң сені шексіз сүйеді. Оларға керек екеніңді ұмытпа.